Сәлем, құрметті қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Олмекен. Бүгін бізде сабақта менің бүгінгі алғашқы сабағым спицмен тоқуды үйрену және оң теріс ілмектерді үйренетін боламыз. Мінекей осындай. Ең әуелі сабағымызды бастамас бұрын қазақ тілді арнамызға қолдау мақсатында менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Каналға тіркеліп, маған қолдау білдіріп қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Енді бізге бүгінгі сабақта ең әуелі керегі спицы және жіп. Кез келген жіпті пайдалансаңыздар болады. Мен жалпы Алисия Классик Лана Голд жібімен тоқитын боламын. Бұл жіпке бізде ең бастысы 100 граммда 240 метр, және де кез келген жіпті сатып алғанда, мінекей мына жерде нешелік номерлі спицы немесе крючок пайдаланатын жазылып тұрады, өзі айтылып тұрады. 4-тен 6-лыққа дейін спицейді де, крючокты да дәл солай пайдалана бересіздер. Спицейдің осындай 4 ине түрі болады, яғни бөлек-бөлек инелер. Және де осындай троспен болады. Бізге екеуі де қажет, яғни сіздер осындай болашақта пинетки немесе әртүрлі бас киім, шапка, шарф, әртүрлі не тоқу үшін осындай троспен спицей қажет болады бізге. Дәл қазір мен сіздерге сабағымызды бастап көрсетемін. Жібімізді осылай алып аламыз. Осылай аламыз да, инемізді ұстаймыз. 2 инемізді қатарынан осылай ұстаймыз. Немесе 1 ине алсаңыздар да болады. Мейлі. Кішкене алып аламыз. Мен 15 петля теремін қазір. Инемізді, спицімізді оң қолымызға ұстаймыз да, жібімізді сол қолымызға ұстаймыз. Яғни ең әуелі, ең соңғы саусағымыздың көмегімен осылай жібімізді ұстап тұрамыз, қысып, және оң қолымызбен ұстап тұрған жібімізді бас бармағымыз дейді, міне, бірінші саусаққа былайынан кигіземіз, ілеміз, және сұқ саусағымыздың сыртынан ілеміз де былай үшінші саусақтан өткіземіз. Мінекей, тағы да бір көрсетейін. Мінекей, осылай. Осылай, сұқ саусақтың сыртынан өткізіп, мынау үшінші саусақтың көмегімен қысып тұрамыз. Мінекей, екінші оң қолымызда осылай спицы тұрады, және жібімізді осылай ыңғайлап аламыз да, мына жағымызды ұстап тұрамыз, кішкене қаттырақ етіп ұстап тұрамыз. Бостау болып кетсе, мынау былай созылып кетеді. Және мына жерде тұрған екі саусағымыздың ортасында тұрған жіптің мінекей сыртынан осылай келіп аламыз, бұраймыз. Тағы да бір көрсетем. Немесе ішінен астынан келіп алып, былай бұрасаңыздар да болады. Мінекей, осылай. Сыртынан алып, былай бұраймыз. Сонда бізде осылай не шығатын болады. Енді дәл осыны бұрап, тағы да бас бармақтың бірінші жібінің астынан өткіземіз, үстінен сұқ саусақтың және ортасынан бас бармақтағы жіпті жібереміз де астынан тартып аламыз. Біздің инемізге, спицемізге петлялар жиналып жатыр. Осылай. Және мен тағы да көрсетемін. Мына жақтағы жіптерімізді де осы үш саусақтың көмегімен ұстап тұрамыз. Осылай ұстап тұрамыз. Видеоны жайлап тоқып көрсететін боламын. Бұлай астынан, үстінен, ортасынан жібереміз, тартамыз. Тартқанда да қатты тартпаймыз. Осылай, мына жердегі петляларымызды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петля, асты осылай өріліп шығады. Мынау оң жақ беті, мынау теріс жақ беті болады.
тоқымамыздың. Тағы да көрсетемін жаймен. Енді асықпай мұқият видеоны қарап отырамыз. Қолымыз жаттыққанша осылай қанша петля терсеңіздер де болады. Ең бастысы қолдарыңыз жаттыққанша барынша осыны ұзын қылып тоқсаңыздар болады. Мінекей. Асықпай қарап үйреніп аламыз. Менің жібім кішкене аздау қалды бітуге. Сондықтан мен қазір тоқтатамын. Осы жерден болсын. Санаймыз енді. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 петля. Енді оң теріс осындай петлялар тоқып үйренетін боламыз. Яғни бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс ілмектерді үйренетін боламыз. Және бірінші бір инені суырып аламыз осылай. Суырып аламыз да, мінекей тоқымамыздың оң жақ беті, оны біз былай бұрамыз. Сол жақ бетіне қоямыз. Және де мынау біздің ұзын жіп, бұл біздің жұмыс жібіміз болады. Мына жіпті егер сіздерге кедергі келтірсе қиып тастасаңыздар болады, немесе осылай аз ондай қатты ұзын болмаса тұра берсін. Пайдаланатын тоқитын инемізді оң қолымызға ұстаймыз да, мына петлялар бар инемізді, спицімізді сол қолымызға ұстаймыз. Және мына жіпті, жұмыс жібін сұқ саусақтың көмегімен осылай ұстап тұрамыз. Мынау бұрылып кетпесін былай, анық мұқият қараймыз, мінекей, мынау осылай тұрады. Міне. Енді барлық тоқымада ең әуелгі петляны біздер кромочный деп есептейміз де, оны тоқымай тек мына бос инеге іліп аламыз. Бос инеге былай өткіземіз. Және екінші инемізді, петлямызды тоқыманың алдыңғы бетінен, мінекей, тоқыманың алдыңғы бетінен мына жіпті іліп аламыз. Бізде сонда оң петля шықты. Енді теріс. Оны біздер тоқымамыздың алдыңғы бетінен жібімізді мына екінші инеміздің алдына өткіземіз де, осылай артқа өткіземіз. Жібімізді оң петля, оң ilmek тоқу үшін жібімізді енді мына сол қолымыздағы иненің артқы бөлігіне өткізіп, тоқыманың алдыңғы бетінен аламыз. Мінекей. Жібімізді артқа өткіземіз, тоқымамыздың алдыңғы бетінен оң қолымыздағы спицемен іліп аламыз. Сонда бізде оң петля шығатын болады. Және сол петляны тоқу үшін, сол ilmek іліп алу үшін сұқ саусағымыздағы жұмыс жібін алдына өткіземіз де, тоқымамыздың алдыңғы бетінен, алдыңғы қабырғасынан, мінекей, оң қолымыздағы спицейді осылай іліп аламыз. Мінекей. Және мынаны жай жібере қоямыз. Оң петля теру үшін жұмыс жібімізді сол қолымыздағы инеміздің артқы бөлігіне өткіземіз. Жаңа былай тұрды ғой, енді мінекей былай өткіземіз. Және алдыңғы бетінен осылай алып аламыз. Алдыңғы жағына өткіземіз. Артқы бетіне өткіземіз. Мұқият қарап отырамыз. Жұмыс жібіміз біздің сұқ саусағымызда қозғалмай тұрады. Жай-жайдан осылай созыла береді. Тартып ала береміз. Қолымызды әбден жаттыққанша видеоны мұқият асықпай қарап, тоқып үйрене береміз. Қанша сантиметр биік қылам десеңіздер де, өздеріңіз білесіздер. Бізге мінекей оң теріс резинка пайда болып жатыр қазір. Бұл біздің бірінші қатарымыз. Мінекей. Соңғы петляға келдік. Соңғы екі петля қалды инеде, және теріс тоқимыз. Бір петляны теріс тоқимыз. Және ең соңғы петля бұл тоже кромочный петля болады. Сондықтан да оны міндетті түрде теріс аламыз. Ол үшін мына жерде екі теріс болады. Жұмыс жібімізді инеміздің алдына өткіземіз. Мінекей. Соның астынан былай шығарып аламыз. Міне. Бізде осындай қатар пайда болады. Және оны келесі бетіне аударамыз. Екінші қатарымызды тоқимыз. Дәл солай, осылай тұрған жерден, мына жұмыс жібімізді осылай сұқ саусағымыздың көмегімен іліп аламыз сұқ саусағымызға. Және мына бас бармағымызбен және төртінші саусағымызбен осылай инені ұстап тұрамыз. Мінекей.
және мына инемізді оң қолымызға ұстаймыз. Бірінші петля кромочный болады, және оны тоқымаймыз, жай ғана бүйтіп іліп аламыз, болды. Енді міне астында оң петля тұр. Оң петлямызды біз қалай білеміз? Міне оң петля осылай мінекей артқы жағына тұрады. Ал сол петля былай міне. Мынадан былай көлденең тұрады. Бұл сол ілмек. Ал мынау оң ілмек. Мынау оң ілмек, мынау сол ілмек. Міне. Теріс петля. Енді мінекей оң петляны жібіміз міндетті түрде артқы қабырғасында болады, және екінші қатарда артқы жағынан іліп аламыз. Міне. Тағы да оң петля шықты. Енді жібімізді алға жібереміз де сол ілмекті ілеміз. Міне. Дәл астындағыдай ілмек пайда болып жатыр. Тағы да оң ілмек ілеміз. Жібімізді алға жібереміз де сол ілмекті іліп аламыз. Жібімізді артқа жібереміз де оң ілмекті іліп аламыз. Алға жібереміз де сол ілмекті іліп аламыз. Артқа жібереміз де оң ілмекті іліп аламыз. Бізде мінекей осындай оң теріс, оң теріс. Осылай ілмектерді үйрену шығып жатыр. Мінекей дәл мынадай ілмектер шығып жатыр. Міне. Мынау бізде оң ілмек, мынау теріс. Оң теріс, оң теріс. Мынау осындай бізде резина пайда болды. Тоқи береміз. Қолымызды жаттыққанша әбден биіктетіп тоқи береміз. Мына жіп, жұмыс жібін инеңіздің алдына өткізесіз, және ішінен былай астынан өткізгенде бізде теріс ілмек пайда болады. Артына жұмыс жібімізді инеміздің артынан мына петлямызды іліп аламыз да, былай айналдырып өткізгенде бізде оң ілмек пайда болады. Алдынан өткізгенде теріс ілмек пайда болады, артынан өткізгенде оң ілмек пайда болады. Мінекей. Қолымызды әбден жаттықтырғанша тоқи береміз. Соңғы петляға келдік. Қай қатарды тоқсаңыз да, соңғы петляны міндетті түрде теріс тоқисыз. Кромочный болады. Және бұл қазір мына биіктегенде, екі қапталы осылай әдемі болып өріледі. Мінекей мына қапталы, мына қапталы осылай әдемі болып өрілу керек. Биіктеп тоқи береміз. Өзімізге қажетті мөлшерге дейін. Бірінші петля кромочный, оны жай инемізге өткізіп аламыз да, оң тоқимыз. Иненің арғы бетінде тұр. Сол тоқимыз, иненің бергі бетінде тұр. Оң тоқимыз, арғы бетіне өткіземіз. Сол тоқимыз. Мінекей. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беруге тырысамын. Әбден үйреніп, қолдарыңызды жаттықтырып алыңыздар, өйткені бұл бізге болашақта қажет болады, міндетті түрде қажет болады. Алдағы уақытта әртүрлі сабақтарды жүктейтін боламын. Алла бұйырса, сол кезде бізге осы оң және теріс ілмектер міндетті түрде қажет болады. Ең соңғы ілмекті біз теріс тоқып жатырмыз. Және осылай бітіргеннен кейін, осылаймен жалғастырып кетпейміз. Мынаны былай айналдырамыз. Мінекей, бізде осындай ілмектер пайда болады. Сабақ түсінікті деген ойдамын, және өздеріңізге әбден қолдарыңызды үйреткенше биіктетіп тоқи беріңіздер.